ретінде қолдануды таптым. Енді қайсысын көрсетемін. Кенеттен сізге де ұнайды. Сонымен, хор трегін қосып, плюс белгісін басып, осы жерде қосымша тректер құс белгісін қойыңыз. Міне, аккорд трегі. Біз оны жобаға қостық, және мұнда не істеуге болады? Мұнда, мысалы, аккордтарды салуға болады. Осылайша тректің қай нүктесінде қай аккорд қойылғанын көзбен шарлау оңайырақ болады. Бұл өте пайдалы. Мысалы, егер сіз біреуге трек жасап жатсаңыз, және оны толық білмесеңіз, онда сіз материалда толық емессіз. Сонымен қатар, бұл аккордтарды MIDI бөліктерімен синхрондауға болады. Осылайша MIDI бөліктері осы жерде қай аккордты таңдағаныңызға байланысты өзгереді. Бірақ мен оны сәл басқаша қолданамын. Мен кілтті сызып жатырмын. Ол үшін масштабты көрсету батырмасын басу керек. Сондықтан ол осындай кішкентай жолақты іске қосады. Бұл әннің кілтін білдіретін жолақ. Егер ән өзгермесе, дәлірек айтсақ, әнде кілт өзгермесе, бір пернені қоюға болады. Егер әнде кілт өзгерсе, онда кілт өзгерген сәтте тағы бірнеше нүктені қалағаныңызша қосуға болады. Ал егер ол өзгермесе, ең басында қоюға болады. Мысалы, минордағы кілт. Бұл мен осы жерде алдын ала салған аккордтардың кілті. Енді мен тек қандай да бір дауыстық бөлімді жазамын. Оның осы аккордтарға енуі немесе енбеуі маңызды емес. Біз оны ноталарға сәйкес түзетеміз. Мен сізге бәрі қалай дыбысталуы керектігін көрсетемін. Ендеше жазып алайық. Мен дәл осындай ноталарды айттым делік. Менің соққаным, немесе соқпағаным маңызды емес. Мен оларды түзете аламын, және олар әннің кілтіне енеді. Тыңдайық, дәлірек айтсақ, оның қалай жасалғанын көрейік. Ол үшін мына жерді басу керек. Ал алдымен менің қалай ән айтқанымды тыңдайық. Қисық. Сынып. Не керек? Біз бұл іс-шараны ашып жатырмыз. Оны 2 рет шертеміз. Мен оны толық экранда жасаймын. Бұл маған өте ыңғайлы. Мен аудио қойындысыны ашып, барлық ноталарды оқуды белсендіремін. Міне, Cubase маған бірден Scala ассистенті бөлімінде нені байланыстыру керектігін таңдауды ұсынады. Scala эдиторы немесе U-Chord трегі. Мен бұл хор жолын дәл қазір көрсетіп жатқан әдісім үшін таңдаймын. Дәл осы құс белгіні қою керек. Ал палитра режимінде мен таңдаймын. Шкаламен атқа құс белгі қоямын. Осылайша текше маған кілтке кіретін және кілтке кірмейтін ноталарды көрсетеді. Кілтке кіретіндер жасыл ноталар, ал кірмейтіндер сары ноталар. Бәрі өте қарапайым. Енді мен бұл ноталарды алдымен торға тігінен мінсіз етіп қоямын. Содан кейін барлық сары ноталарды жасылға ауыстырамын. Солай болады. Жарайды. Осылай делік. Мен оны осылай өзгертемін. Бұл нотаны төмен түсіруге болады. Қалауыңызша жоғары көтеруге болады. Бұл нотаны жоғары көтеруге болады. Ал мынау мүлдем алып тастауға болады. Бұл жай ғана құйрық. Енді оның жасырын дауыспен қалай естілетінін тыңдайық. Яғни, не болып жатыр? Бұл мүлдем қажет емес екені белгілі болды. Бірақ, әрине, бұл маңызды. Бірақ, вокалистің қай нотаның қай жерде естілетінін егжей-тегжейлі білу мүлдем қажет емес. Егер сізге тез түзету қажет болса, барлық сары түстерді жасылға ауыстырыңыз. Әрине, егер вокалист басқа нотаны ойлап тапса, онда бұл ноталарды егжей-тегжейлі өңдеу және егжей-тегжейлі реттеу қажет. Бірақ, егер сіз мұның бәрін тез жазуыңыз керек болса, онда сарыдан жасылға дейін бәрі оңай. Енді оның қалай естілетінін тыңдайық. Енді байланысты өзгертуге болады. Қалауыңызға қарай өзгертуге болады. Мысалы, жасыл ноталарды басқа жасыл ноталарға ауыстыруға болады. Егер сізге бұл ерекше ұнамаса, қолданып көрейік. Сіз мұны істей аласыз. Бірінші нотаны өзгерте аласыз. Мысалы, мынаны қойыңыз немесе мынаны қойыңыз. Немесе оны жоғары қойыңыз. Мысалы, жоғарыда сынап көрейік. Егер мен мұнда тұз салсам, не болады? Ал мен мұны мынаған ауыстырамын. Мысалы, жасылдың орнына сары түсті кигізсем, не болатынын тыңдаңыз.
Ол өтіп бара жатқанда естілді. Бәрі оңай. Біз барлық сарыларды жасылға ауыстырамыз.